Саламатсыздар ма? Біздің ғылыми жоба тақырыбымыз математиканың біздің өмірімізде маңызы. Даналар 5-ші асыр болушылар Маркс Нейме, Тоқтатұлы Жәңгерхан. Ғылыми жоба жетекшісі орынбасары Абдыжан Жаңбайқызы. Мақсаты математикадан өміріндегі маңызын анықтау, яғни өмірдің өзі математикасыз, есепсіз болмайтын туралы, оны қалай оқып білу керектігі мен математиканың адам өміріне қаншалықты қажет екенін дәлелдейтін мәліметтер іздестіру. Өзектілігі математика есеп шығару үйрену үшін ғана емес, кез келген проблема шеше білу өз қабілеті жетістіктері алу үшін қажет. Математика тұрмыста да аса қажеттілігін дәлелдеу. Математика адам өміріне не үшін қажет? Бала жаңа ғана дүниеге келді. Ол өмірде қазірдің өзінде алғашқы сандар естіледі. Бойы салмағы сәби өсіп келеді. Ол математика деген сөзді айта алмайды, бірақ ол өз ойыншықтармен ойнай кішігірім есептер шығара алады. Ал ата-аналар өз міндеттерін орындауда математиканы ұмытпайды. Бала өскен сайын оған дұрыс күтім жасау үшін уақыты мен мөлшері және тамақтандыру, жондыру үшін де математика керек. Мектепке келгенде ақыл-ойымызды дамыту үшін математика оқимыз. Математика арқылы біздің ойлау қабілетіміз, логикамыз дамиды. Қарапайым есептеулер арқылы заңдылықтарды анықтап шешімдер қабылдаймыз. Оған сұрақ емес, есепті шығару жылдам пішіндер және дұрыс жауап беруге асыламыз. Математика қандай мамандық иелеріне қажет? Біз оған іс жүзінде көз жеткізбек болып, бірнеше мамандық иелерімен кездесіп сұхбаттастық. Біздер болашақта сәулетші құрылысшы болуымыз келеді. Біз әртүрлі конструкторларды схемасын қарамай шапшаң әрі тез ойланып дұрыс құрастыруға тырысамыз. Қарапайым мақта тақшасымен көмегімен үй құрастыруға да көрдік. Ол үшін бірнеше мақта тақшасы керек және ең бастысы математика қажет. Ең алдымен 4 мақта тақшаларын 4 бұрышына орналастырамызды. Желінің көмегінсіз мақта тақшаларын бір-бірімен байланыстырамыз. Содан кейін үйдің астына 9 мақта тақшаларын 2 рет перпендикуляр және 8 мақта тақшасын 2 рет қоямыз. Үйдің астына 34 кетті. Қабырғаларына келер болсақ 2 рет 8 қатар қылып орналастырамыз. Оған 64 мақта тақшалары қолданды. Соған перпендикуляр және дәл сол сияқты 2 рет 9 қатар қылып 72 мақта тақшаларын қолдандық. Шатырына 41 мақта тақшаларын қолдандық. Терезесі мен есігіне 19,5 пайдаландық. Барлығы 210,5 мақта тақшаларын қолдандық. Міне біз өзіміздің шағын үйімізді осымен аяқтадық. Осымыз
адамдарға математика туралы білім қажет, өйткені ол болған кезде қазіргі өмір салты мүмкін емес. Сол үшін математика терең оқуымыз қажет. Қорытынды зерттеу барысында әдебиеттерді оқып және мамандық иелерімен кездесіп тәжірибе жұмысын жүргізу арқылы өткізген сауалнаманың қорытындысына қарап, математика біздің өмірімізде маңызды орын алады деп тұжырымдады. Ғылым математиканы пайдалану арқылы жетіледі. Дей келе біздің сыныптастарымыз бен достарымыз өздері дұрыс қорытынды шығарып, өмірдің өзі математикасыз, есепсіз болмайтынын. Математика пәні қандай қиын болса да, ол пәнге деген көз қарастарын өзгертер де үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет.